осы кейінгі денсаулық сақтау министрлігінің жұмыстарын айтқым келеді. Осы коронавирус инфекцияның әкелуіне байланысты оны таратылуға елімізде жетпеу үшін біз осы шекара қызметімен бірлесіп, солардан тиісті ақпарат алып, осы біздің азаматтар келіп жатқан толығымен олардың тізімдері бар. Бұл тізімдерді біз аймақтық, облыстық, қала денсаулық сақтау басқармаларға беріп жатырмыз. Олар осы келген адамдарды мекен жайларында біздің поликлиникалар, амбулаториялар, медициналық центрлар сол келген адамдардың артынан осы 14 күнде медициналық бақылау, медициналық қарау жүргізіп жатады. Сондықтан қай медициналық сараптама орталықтарында жеткізу, және де о жерден сараптама жасағаннан кейін тағы да күдікті жағдайлар болса, оларды дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының орталықтарына жіберу. Біз қазіргі таңда Ресей әріптестерімізбен келісімге келдік. Осындай жағдайларда мүмкіншілігіміз бар. Ресей қалаларына жіберуге. Ең бірінші ол Мәскеу қаласы, Новосибирск қаласы қасымызда. Күнара самолет ұшып жүр. Сондықтан біз 2 күннің арасында осы науқастардың ауырып жатқанын лабораториямен дәлелдеміз, анықтауымыз, осындай мүмкіншілігіміз бар.